Ақша болса алақанда сорпа қайнайды. Ақша кетуге тырысады, есеп ұстауға тырысады. Ақша ашпайтын құлып жоқ. Ақшалының қолы ойнар, ақшасыздың көзі ойнар. Балтам барда тақта жоқ, қалтам барда ақша жоқ. Ақшаңнан айрылсаң, өкінерсің, күйінерсің. Арыңнан айрылсаң, тірі қайтып жүрерсің. Адам болам десең, арыңды ақшаға сатпа. Ақшаның жайын жарлыдан сұра, адамның жайын арлыдан сұра. Ажалдан ақша беріп құтылмас. Ақша ақшаны қимайды, дән дәнді жинайды. Мың істі қатар бастағаннан ақшаң көбеймейді. Өсімге алған қарыздан қампаймайды қарының. Әкесінің ақшасына үйленген әйелінің қадірін білмейді. Қара бұлтты жел ашар, қара құлыпты пара ашар. Әппақ ақшаң қаралы күнге қажет. Бір тиын беріп айттыра алмайды, мың тиын беріп қойдыра алмайды. Ақшаны жек көремін деушілер не өтірікші, не жынды. Құн бір байлықты бір байлықпен жақындатады, ал ақша олардың арасында айырбас жасауға мүмкіндік береді. Аз ақшаны аялап ұстасаң, көпке жетеді. Көп ақшаны шашып ұстасаң, азға да жетпейді. Ақшаны табуды білгенмен, үнемдеуді білмесең, бай болам деп әуреленбе. Бүкіл өміріңді ақша табуға арнау өліммен тең. Ақшаның арзандығы көптігінде. Дүниенің ақшаның көбеюі ұрпақтарды аздыруда. Ақша ғана бізді бақытты етеді дегендер адасқан. Артық ақшаны дұрыс пайдалана алмасаң, басыңа екі дүниеде азап әкеледі. Адамның ақша, әйел, шайтан, нәпсі, адам, шайтан деген 5 жауы болады. Соның ең күштісі нәпсі, ең ықпалдысы адам, шайтан, ең жымсымасы шайтан, ең сайқалы әйел, ең қауіптісі ақша. Теңге тиыннан өсер, жылқы құлыннан өсер. Ар намысы таза адамның ақшасы аз болады. Ақшада көз жоқ. Теңге тиыннан, ынтымақ үйімнан. Есепсіздің есесі кетеді. Бір теңге бие болмайды, екі теңге түйе болмайды. Кедейге қарыз берде, амандығын тіле. Қарыз қатынас бұзады. Жалақордан қарыз алсаң, әкесінің құнын сұрар. Несиеге ет жесең, сүйегі ішіңді жыртар. Қарыз, қарызды беру парыз. Ақшаның еш мәні жоқ, ол тек белгілі мақсатқа жету құралы. Ақша неге қабілетті екенін және ең бастысы не істеуге күші жетпейтінін түсінуіміз керек. Ақша бәрін жасай алады деп есептейтін адамдар
ақша үшін бәрін жасаудан тайынбайтындар. Егер сіз тек ақша үшін жұмыс істесеңіз, оны ешқашан жеткілікті мөлшерде таба алмайсыз. Ал егер жұмысыңызды сүйіп істесеңіз және тұтынушыларыңызды бірінші орынға қойсаңыз, мол табысқа кенелесіз. Ақша шіркін майдаланса тыйын ғой, адам бірақ майдаланса қиын ғой. Адамға жеңіл ақша бергенше, адамға жұмыс бер, қолдан келгенше. Адамның өзінің ақшасынан, үй жайынан, қора қонысынан айырылуы аянышты емес. Мұның бәрі адамға тиесілі емес. Ал адам өзінің шын меншігі, өзінің адамдық қадір қасиетін жоғалтса, бұл енді аяныштақ. Бейне ақша тауарға, тауар ақшаға айналғаны секілді, от барлық нәрсеге айналады, барлық нәрсе де отқа айналады. Өмір ақша мен уақыттың ойынынан тұрады. Бизнес әлемінде табыстың тек екі түрі ғана бар: ақша мен тәжірибе. Бірінші кезекте тәжірибе жинаңыз, ал ақша кейінірек келеді. Бай мақтанса табылар, кедей мақтанса шабылар. Өзі сұрағаннан сарқыт дәметпе. Қас екеніңді қабағынан танимын, сараң екеніңді табағыңнан танимын. Байлыққа ұмтылған бауырмалдықты ұмытады. Ақша сөйлейтін жерде ұят үндемейді. Байдың баласы аштықта бірінші өледі. Қолмен берген ақшаңды аяқпен жүріп қайтарасың. Ақшаға сатып алуға болатын дүниелерді өмірдің кереметтері емес. Байлық деген тезек сияқты, үйілген сайын сасиды, шашылса жерді тыңайтады. Күндіз түні жұмыс істеген адамның ақша табуға уақыты жоқ. Ақша қажет болса, бөтен адамдардан сұра. Ақыл қажет болса, досыңмен сырлас. Ал саған ештеңке қажет болмаса, туыстарыңа бар. Ақша қымбат, адам өмірі одан қымбат, ал уақыт бәрінен қымбат. Егер мәселені ақшамен шешсеңіз, ол мәселе емес, ол шығын. Хабаршының қолындағы ақша жолбарыстың аузындағы қошқар. Бай адамның ақшасы кедейдің өмірі. Барлық адам ақшаның жоқтығына шағымданады, ал ақылдың аздығы туралы сөз қозғамайды. Талтаңдасаң талтаңда, ақшаң болса қалтаңда, кердеңдесең кердеңде, бірдеме болса зердеңде. Бөрік орнын бас алар, ақша орнына жан алар. Ақша араққа, тиын тамаққа. Бай кісіден ақша көп болғанмен, ізгі ниет жоқ болады. Алынар ақша кешіксе, алатын адамның берекесі кетеді. Ақылды ердің көзін ақша байлайды, қыл тұзақта құс құлқынын ойлайды.
Ақша үшін әркім ақ істейді, әділдік үшін кім не істейді?